Я бүгін сендер болған боламыз. Я жаңа жылда болған боламыз. Біздің ойымыз жеткізу. Дұрыстың үшін. Ешқандай сізге деген Kesin артында тұрамыз. Ассалаумағалейкум. Қай сарағасы? Бір баланы өлтірді санағасын. Осы арақтан семьяның арқылы болғатыр. Қыздарымыз далада қаңғып, ұлдарымыз деген семьясының бәрі кетіп жатқан бәрі пәле дейді. Енді Құранды сүресеңіз ділді айтады, бәрі пәленің басы, анасы. Осы арақ дейді. Дұрыс түсініңіз. Егер ақшаның көзі ғана басқа ешқандай жеңге қайшылығымыз жоқ, бала-шағамызды біз де ойлаймыз, ертең мен де бір жігітпен біреудің әкесімін деп жатсаңыз, қолымыздан келгенше айтайық, Алла деп, басқа жағына сізге көмектесейік, бизнеске. Қалай көмектесейік? Ет керек па, бірдеме келесіз ба? Осылардың бәрін айтайық, каждыйымыз үйінде жоқ деген 5 килодан ет алып тұрайық сізден. Я басқаның амалын табайық. Біздің тек керегіміз болашаққа ғана жақсылық жоқ. Болды. Ешқандай сіздің мына әдемі сәндік менің бизнесіме қарсы кет деген сөз емес. Дұрыстыңыз әлжан. Жасым үлкен, менің 50-ден кеткен жасым бар. Мен де біреу ата дейді, біреу папа дейді, біреу балам дейді ме? Біздің тек ойымыз сол. Ойлаңыз, бұның деген қасіретін Аллах Тағала айтты, қасіреті деген сен емес, сенің ұрпағыңа кетеді дейді. Ойлаңыз сонда, Құдай сақтасын. Біздер осы сияқты шапқылаватқанымыз бәріміздің. Мына биолог деген бір талай жерде естіген үлгі. Биологтан үлгі алыңдар. Олар деген көшесін қарай қақтарына көмектесіп жатыр. Жетім жесір 70 семьяның осы жігіттер ауыздарынан жырып 70 жетім қалғандарды қарап отыр. Бәлки ол менің әйелім болуы мүмкін, бір күні жетім болатын. Бәлки сенің қарындасың болуы мүмкін. Бәлки біздің баламыз жетім болуы мүмкін. Осы жігіттер байлықтан емес, иман байлығынан шашып жүр бар ғой. Бурпоселоктан бері қарай қаланың ана шетіне дейін олар намаз оқиды бізге керек емес. Оны Алланың қолында шаруа біз емес. Көмектесіп жатыр. Неге болса екен дейміз, жақсы түсінесің бе? Ертең сол балалар жылап келгенде біздер ана бабаларымызды өтірік айта береміз. Бізді де біреу күні ата баба дейді ғой, кім дейміз сонда? Біз арақ ішкен, бір-бірімізді зина жасаған, бірінің қасының үстіне мініп алған, бірін бүйтіп жүрген семьясымен қыдырып жүргенді айтқымыз келмейді. Бізді де ұлылардың қатарында айту керек бар ғой. Біз де қазақ деген ұлы халықпыз. Тек бір-бірімізге түсіндіруіміз керек. Дұрысының ешқандай сізге деген жамандығымыз жоқ. Бір қарға түсейін деп келген жоқпыз. Қолымыздан келгенше, заң қазіргі замандағы заң сізге бәрін дұрыс жасап тұрған болар. Дұрыс түсініңіздер. Егер айтсаңдар жігіттер айтып едіңдер ғой бір Алла деп, мен осы бір тоқтатсам сендер басқа жағынан көмектесіңдер десем, мына осыдан сөз береміз. Ашамын бір нәрсені осындай бола ма десе, халал ма? Альхамдулилля. Мен бастап сенен ет аламын, өзімді айтамын, ант етемін Алланың атымен. Басқа жерге бармасам, саған көмектесіп отырмын. Себебі сен Алла ризашылығы үшін, ұрпағым үшін жасадың. Егер сен басқарып жатсың, бірдеңе басташы, көмектесіп отырсам қолымнан келгенше. Осылай ғана көмектесе аламыз, сонда ғана біз қазақ боламыз. Дұрыстың, бәріміздердің де бір құттай бір тірлік жасап отқан жағдайымыз бар. Бірақ арамнан қашып жатырмыз. Бір күндері бәлки болған болармыз, бір күндері тентек болған болармыз, бір күні сотқар болған болармыз, бір күні алқаш болып жатқан болармыз. Бірақ Алланың қалауымен келдік бар ғой. Бәлки бәріміз намаз оқымаймыз осы да, біріміз оқса біріміз. Бірақ келдік. Ана кісілердің ол жұмысынан тоқтатып жатыр, ана кісілер деп жатырмыз, медицияның бәріне көмектесіп жатырмыз. Медицияның жасайтын жұмысын тентектер ұстап осылар жасап жатыр. Ойлаңызшы, ана үкіметтің жасайтын үй бермей жатса беріп жатырмыз Алланың қалауымен. Ойлаңыздар, қаншама жетім ауру сауға келіп жатыр. Деп жатқан жоқпыз үкімет жаман деп. Көмек бар қолымыздан жасайық. Сіз де бір көмек көрсетіңізші. Тек Алла ризашылығы. Жігіттер қай саласы бар, өстейін деп едіңіздер, осыларда біраз бизнесмен жігіттер бар. Давай көмектесейік, бір-бірімізге жәрдем етейік.